Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, тез әрі оңай жасалатын кешкі аспен бірге бөлісетін боламын. Біз бүгін спагетти жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, ұсақтап турап алған етімізді салып, қызартып қуыратын боламыз. Осылайша барлығын қызартып қуырамыз. Менде ет тұздалған ет, яғни қызартып алған етіміздің үстіне пиязымызды да салып қызартып қуырып алатын боламыз. Осылайша алдын ала турап алған картопымыз бен сәбізімізді де салып, яғни қуырып аламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Өте дәмді рецептермен міндетті түрде бөлісетін боламын. Тұз саламыз. Міндетті түрде бұл тағамды жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді, яғни тез оңай жасалатын тағамдардың бірі. Бір ас қасық томат пастасын қолданамыз. Яғни су құямыз. Су құйып, газдың астын төмендетіп, яғни қайнатып алатын боламыз. Енді біз үстіне спагеттиімізді салып, осылайша пісіріп аламыз. Тез әрі оңай жасалатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Кешкі асқа өте әдемі болады. Осылайша кешкі асымыз дайын болды. Осылайша жасап аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің тағамымыз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шықты. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.